Сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге қыздарға арналған ерекше пішімді белдемшенің мастер-классын көрсетемін. Бізге қажетті заттардан бұл ең алдымен мата. Мен вельвет матасын алдым. Қатты қалың емес, жұқада емес. Выкриканы шкатулка сайтынан алуға болады. Сайттың ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Бізге булавка қажет. Және де мел, ол сызу үшін, немесе сабынның сынықтарда болады, резинка. Менде ені 2,5 см. Матаға түстес жіп, мата қиятын қайшы керек, жіп қиятын. Тағы да айта кететін жайт, қағаз қиятын қайшы да қажет, және сантиметрлік лента да қажет. Біз ең алдымен пішімдерді дайындап алу керекпіз. Сондықтан қазір выкриканы жинау керек. Бізде қазір екі бөлшекті жабыстырмасақ та болады екен, өйткені олар бір бүтін қағазда болғандықтан. Сондықтан оларды жинамаймыз, солай қиып қолдана береміз. Көріп тұрғаныңыздай, пояс бізде екі түрлі парақта. Сондықтан екі парағымызды қосып, өзімізге қажетті пішімді аламыз. Міндетті түрде осылай түзу сызық сызып алғанымыз жөн. Өйткені бір-біріне қосқан кезде, жабыстырған кезде қиналмайсыз. Сызып болған соң, парағымыздың біреуіндегі бос орынды ғана қиямыз, ал екіншісіндегінен тиіспейміз. Сол бос орынға осы қиған парағымызды бір-біріне жабыстырамыз. Пішімдерді қиып дайындап аламыз. Тігінімізді бастамай тұрып, матаның долевая нитін табу керекпіз. Бұл үшін әрбір матада шетінде кромка болады. Сол кромка долевая нит болып табылады. Пішімдерде долевая нит деген белгі болады. Кейбір выкрикаларда бұл стрелка бойынша. Соны біз параллельно қойып пішеміз. Бұл ережені әрқашанда есте сақтаған дұрыс. Пішкен кезде выкрикаларымызды булавкамен матаға қосып қойғанымыз дұрыс. Себебі қиып жатқан кезде, немесе сызып жатқан кезде орнынан қозғалмайды. Қалтамыздың қапшығын мен жұқа матадан жасадым. ХБ немесе подкладочный материалдар болады, ал бачогын негізгі матадан жасаймыз. Қазір біз тігіске 1 см айналасынан қалдыру керекпіз. Енді барлық пішімдерімізді қиып аламыз.
кокеткамыз менен валанымызды косуп тигип алабыз. Бизде барлыгы 6 валан. Ал юбканын арткы және алдыңғы жактарына жыйнайбыз бәрін кезек-кезек. Кокетка менен валанымызды оң жактарын бири-бирине каратып, міне булавка менен тигетін жерімізді ғана белгілеп жинап алсақ болады, немесе көктесеңіздер де болады. Түзүү тигизбен тигеміз. Тигинин басында закрепка коюуду унутпаңыздар. Тигизге 1 сантиметр калдыргандыктан тиккен кезде шатаспау үчүн міне бизде лапкамыздын касында линейкалар бар. Сол жерден 10 мм боюмен барлык бөлшектеримизди сонун көмөгүмен тигемиз. Кокетка менен валанды коскон кезде кокетка жагын астын түзүүлеп, колмен түзүүлеп тигиңиз. Өйткөнү кокеткамыз биздин дөңгөлөк пишинде болгондуктан складка болуп калуу мүмкүн. Тиккен кезде жыйналып калуу мүмкүн кээ бир жерлери. Сондуктан колмен асты жактарын түзөп тигемиз. Дәл осылай калган 5 валанымызды тигип чыгабыз. Тиккен соң шеттерин оверлокпен немесе ири зигзагпен өңдейбиз. Енді валандарымызды косуп тигемиз. Биринчи түзүү тигизбен тигип, сосын шетин оверлокпен немесе ири зигзагпен өңдейбиз. Валандарды косуп болгон соң жогорку тигизди кокетка жакка карай үтүктөйбүз.
бүктеп болған соң декоративтік тігіс түсіреміз үстінен. Енді қалтамызды тігеміз. Юбкамыздың алдыңғы бөлігін оңға қаратып, үстінен оң жағынан қалтамыздың мешковинасын қойып, тігіс түсіреміз. Түзу тігіс. Астар жағына 1 миллиметрде болған арақашықтықта тігіс түсіреміз. Бұл астарымыз сыртқа қайрылып шықпау үшін тігеміз осылай. Астарымызды ішкі жағына қайырып, сыртынан 5 миллиметрден 1 сантиметрге дейінгі арақашықтықта тігеміз.
Экинчи калтамызды да дәл осы тәсіл менен тігіп шығамыз. Тігіп болған соң жақсылап үтіктеу керекпіз. Міне енді алдыңғы бачокты қалтаға қондыру керекпіз. Ол үшін бачогымызды оң қарата қоямыз. Біздің астарымыздың формасымен бірге келу керек. Сосын булавкаменен орны қозғалып кетпеу үшін булавкамен қосып қоямыз. Дәл осылай екінші жағында солай етеміз. Артық шыққан матаны алып тастаймыз ішінен. Және де тігісіміздің шетін оверлокпен немесе зигзагпен өңдеп шығамыз. Қалтамыз дайын, бірақ шеткі бөліктері тігілмеген. Ол үшін біз қазір юбкамыздың алдыңғы және артқы жақтарын қосып жатырмыз. Бір-біріне оң жағын қаратып тігіп шығамыз. Оверлокпен немесе зигзагпен тігісіміздің шетін өңдеп шығамыз. Юбкамызды екіге қосып тігіп болған соң, міне тігісті біз артқа бөлікке қарай үтіктейміз. Екі жақ тігістін де артқы бөлікке қарай үтіктейміз. Енді белдемшенің поясын дайындау керек. Белдеуін дайындау керек.
резинканы біз мына бел айналымыдан 4 сантиметрді азайтып, сол ұзындықты аламыз резинкаға. Белдемшенің етегін мен оверлокпен бірінші өңдеп, сосын түзу тігіспенен 5 мм-ге қайырып тігемін. Немесе майда зигзагпен де тіксеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді, өзі кең етекті болғандықтан ол әдемі әсер береді, әрлейді.
зигзагпен тіккіңіз келмесе, 2 рет жіңішке қайырып, үстінен түзу тігіспен тігуге де болады. Мінекей қыздарға арналған ерекше пішімдегі белдемшеміз де дайын. Өте нәзік, әдемі, кең етекті болып шықты. Қыздарыңызға тігіп беріңіздер, ұнауы сөзсіз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мастер-классым ұнап жатса, лайк басыңыздар. Және де түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазсаңыздар болады.